Мен түсірме деп Мунис қарсы жүр ғой. В общем, бүгін негізі күшті күн. Айта алмай тұрмын, бірақ күшті бірдеңке білдім. Есіктеріміз келді біздің. Есіктерді бүгін орнатпапты, өйткені үлгермепті. Бұл есіктер деген мощный есіктер. Мынандай қараңыздар. Мынау 2,7 биіктігі. Қазір мен былай көрсетейінші сіздерге мынаны. Дәу! Еще ауырлығын айта алмаймын мынаның. Просто потолок ауыр ғой мынау. Замоктарынан да скрытый алдық. Бүйтіп қойсам, ашылмай қалады, короче. Бүйтсем, ашылады. В общем, осындай крутой замогымен алдық мына есікті. Мынандай есік қой, дәу енді. Біздің есіктерді білесіздер, өте биік екенін. Потологымыз бізде 3,2 болған, қазір 3-ке түседі. Былай ғой міне. Сонымен енді өте әдем болайын деп тұр. 7 есік алдық. Каждые 201 мыңнан шықты, установкасы 45 мыңнан. Ручкалары 10 мың теңгеден шықты. В общем, бағасы деген енді айқай-ахо болып тұр ғой, короче. В общем, күшті. Күшті. Әдемі. Ламинаттар барлық жаққа төселген. Енді азы қалды ғой, көбі бітіп, азы қалды. Келесі аптаның аяғына дейін мебельдің барлығын келіп орнатып кетеміз деді. Ертең краскаға барады, Мунис краскаларды мен алдында төлеп қойғам. Просто барып жаңағы штукатурка, декоративный штукатуркаларды көру керек. Қалай жасалатын екен, подзара дегені бар бізде, андай бар, соларды көріп кетеді и уже тиеп алып келеді да, уже барлық жақты красить бастайды. Сол жұмыс осылай үйде ақырындап. Күшті, настроением керемет. Мунистің белі жазылған, больницаға барып емделген. Что ты сделал, кстати, все спрашивают. Не жасады? Укол жасады, не жасайды? Система қойып алды, 5 күн. Укол системамен емделіп алған. Кстати, есік алдымызға міне уже брусчатка төсеп қойған. Үйімізді бояп қойған, уже все идеально. Енді жаққа асфальт төсейді, сол ғана қалыпты. Идеально болып тұр ғой, болды, уже азақ қалды. Довольны болып, бақытты болып, үйге қайтып баратырмын, осымен бітті бүгінгі күнім. Ертең с утра тұру керек, ана Дамира ханымдың 3-ші күні преображение, ертең ернін жастамыз. В общем, біраз интересный заттар жасатайық деп тұрмыз. Түнгі сағат уже 3-тен асты. Тұрып әлі отырмыз. До того аяғым үйіп қалды. Масқара. Вот это называется танихыңда тұрып. Әлі ұқтаған жоқ, бәйше көзілген жоқ. Каждые 5-10 минут сайын оянады. Бұның термитпесең ұйықтамайды. Даже қолмен қаққанға ұйықтамайды. До того арқам белім бір ауырып кетті. Жатам тұрам. Кеткен не дейді, мінезі өзі. В общем, тамақ ішуге келдік. Мына креветкені қара, неге басқаша былай? Типа андай тазалаған ғой, полный ішімен бірге айырып тұрып қарса, өт мәйір жүрген ғой. Андай тамақ, біздік сорпа, әдемісі ананас болып тұр енді. Қалай екен? Еще басқа жоқ келеді. В общем, киноға келдік. Мына кісі бір әсе тақып жатыр. Ол мейк емес. Мейк емес ол. Иә? Иә, қалай бар солай. Қалай бар, солай болайық, біреудікі но, бірақ мейк емес. Алса енді. Біреудікі болғанда үшеумізден басқа ешкім жоқ қой, кім білсін. За здоровье. Төлден ашып аламыз да. Төлден ашып аламыз да. Кімдікі? Да сладко. Ашамай қалсын. Төлден сладко. Попкорның мұрныңнан да болып тұр ғой. Қош. Мен Қазақстанда 2 ақ ұстаз тыңдаймын. Біреуі Ерлан Ақтай ұстаз, екіншісі Нұрсұлтан ұстазды тыңдаймын. Ерлан Ақтай ұстаздың бір сөзі маған қатты өтіп кетеді ғой. Егер де сен дейді, адамдарға бос тренд болмаса болмашы, пайдасы жоқ дүниелерді көрсететін болсаң дейді да, олардың көзінің ақсына кіріп кетесің дейді да ше. Сондықтан да қазіргі таңда мен Инстаграмға, публикацияға, сторисқа бір нәрсе салатын болсам, ойланып салам шынымен де. Пайдасы бар ма? Осы адамдарға не бере аламын мен осы жерде? Қазір мен босқа уақыттарын алып қойғым келмейді да ше. Сол себепті бір дүние салсам да сіздерге пайдалы болсыншы деп саламын. Байқайсыздар ма, мүлдем тренд
бренд ар бер мен вообще түсірмеймін, қызықпаймын да, мүлдем түсіргім де келмейді, өзім де уақытымды құртқым келмейді ол трендке. Және де сіздердің де уақыттарыңызды болмашы бір трендпен публикацияма кіргенде болмайтын нәрсені көргендеріңізді қаламаймын. Сол үшін де жаңағыдай ондай нәрселер айтсам сенбейсіздер ғой ше. Мына жерге келе жатырмын да, қараңыздар, сразу машина шығады да маған орын дайындап қояды. Аллах қандай, альхамдулилля. Қараңыздар, міне орын дайын, пожалуйста. Аллахпен бірге болсаңыз, ешқандай қиындық та жоқ өміріңізде, барлығы жеңіл, барлығы күшті. Аллахпен бірге болған сайын Аллахтың рахымы бар ғой. Каждый кішкентай нәрседен сезе бересіз ғой уже. Аллахқа шүкір айту тек қана бай адамдар айту емес та. Аллахқа шүкір айту, міне қазір екі көзіңіз көріп, осы стористі қарап отырсыз ғой, альхамдулилля. Көзі көрмейтін қанша адам бар ғой. Аяқ қолыңыз сау ма? Альхамдулилля. Аяқ қол жоқ қаншама адам бар ғой. Міне Аллахқа шүкір деген осындай да, шынайы шүкіршілік деген, қазір не бар қолыңда, сонымен шүкіршілік айту, міне шынайы шүкіршілікке жатады.